Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін чак-чактың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, және де шашылып, езіліп кетпейтін болады. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, 6 жұмыртқаның үстіне тұзымызды және де 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Венчигіміздің көмегімен жақсылап біркелкі қылып араластырып аламыз. Енді осының үстіне електен өткізілген ұнымызды бірден салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ немесе өте қатты болмауы қажет. Орташа жұмсақтықта болады. Қамырымыздың басын біріктіріп осылай илеп алдық. Енді столымыздың үстіне қойып, осы қамырымызды иі қанғанша видеода көрсетілгендей тартқылап, жақсылап жарты сағаттай илейтін боламыз. Енді осы қамырымызды пакетімізге салып, біз тоңазытқышқа, холодильнигімізге бір сағат 2 сағатқа қалдыратын боламыз. Біздің қамырымыз тоңазытқышқа тұрған сәтте осы күнжуттарымызды қуырып аламыз. Ол үшін бізге осы отымызға тапамызды қойып, күнжутымызды салып, қоңыр түске енгенше жақсылап қуырып алатын боламыз. Осылай тынбай араластырып тұрамыз, күйіп кетпеуі қажет. Осылай күнжутымызды қуырып алдық. Енді отымыздан түсіріп, суытатын боламыз. Біздің қамырларымыз тоңазытқышта тұрған, бойын алып демалған. Енді осы қамырларымызды 2 бөлікке бөліп, 2 күлше жасайтын боламын. Осылай мінекей 2 күлше жасап алдық. Енді осы қамырларымыздың үстіне ұнымызды салып, біз жұқартып жайып алатын боламыз. 5 бармақтың қамыры ұқсап, үлкейтіп жайып аламыз. Біздің қамырларымыз жұп-жұқа болып шығу қажет. Осылай мінекей жайып алдық. Енді осы оқтауымызға орап, осы қамырымызды тура ортасынан видеода көрсетілгендей қылып кесетін боламыз. Кесіп алдық. Тағы да ортасынан бір бөлікке бөліп, кеспе кескен сияқты қылып, біз чак-чактарымыздың қамырын кесіп алатын боламыз. Осылай мінекей жіңішкелеп кесеміз. Тура кеспе кескен сияқты. Осылай мінекей кесіп алдық. Қолымызға да жабыспайды. Енді екінші бөлігін ортасынан бөлмей, осылай тура қайырып, бұны да жұқалап кесіп алатын боламыз. Барлық қамырларымызды осылай кесіп алдық мінекей. Енді араларын ашып кішкене қағамыз. Тапамызды отымызға қойып, үстінен майын құямыз. Майын жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға осы қамырларымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Майға салған соң чак-чагымызды жақсылап араластырып тұрамыз. Қатты қызартып жібермейміз. Осылай азырақ қуырып, біз чак-чагымызды шығарып аламыз. Қалған қамырларымызды осылай қуырып алатын боламыз. Чак-чактарымыз өте әдемі болып қуырылды. Енді осы чак-чактарымыз бірігуі үшін сиробын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге мед, бал қажет болады, және де балдың үстіне осы қантымызды салып, жай отымызда, орта отымызда осылай араластырып тұрып, қантымыз ерігенше бір қайнатып аламыз. Осылай мінекей қантымыз толықтай еріген. Енді осы ыстық сиробымызды біз чак-чагымыздың үстіне ыстықтай құятын боламыз. Үстіне құйып, осылай жақсылап араластырамыз. Бір араластырып алып, біз жаңағы қуырып алған күнжутымызды қосатын боламыз.
үстіне осылай күнжутымызды қосамыз. Күнжутымыз осылай қоңыр болып, әдем болып қуырылған. Міндетті түрде салыңыздар. Күнжут пені өте дәмді болып шығады. Осы сиробымыз араласып, тегістей барлық жеріне жеткенше осылай жақсап араластыратын боламыз. Араластырып алдық. Енді формаларымызға салып, біз чақчағымызды жинайтын боламыз. Менде осындай 4 бұрышты бір формаға және де дөңгелек бір формаға жасайтын боламын. Чақчағымызға қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына өлшемімен жазып қалдыратын боламын. Формамызға осылай жайғастырып салып алдық. Енді міндетті түрде осы чақчағымыздың үстінен нығыздап басып шығатын боламыз. Біздің чақчақтарымыз сонда кескен сәтте шашылып, езіліп кетпейді. Осылай жақсылап нығыздап басып шығамыз. Енді осы дөңгелек формама салатын боламын. Дөңгелек формамызға осылай жайғастырып салып алдық. Үстін жақсылап нығыздап басамыз. Қолыңызбен бассаңыз да болады. Біздің чақчақтарымыз, сироптарымыз қолымызға жабыспайды. Осы чақчақтарымызды енді тоңазытқышқа 1 сағатқа жібереміз. 1 сағаттай тұрды біздің чақчақтарымыз. Енді формасынан шығару үшін жан-жағынан осылай пышақтың көмегімен пышағымызды бір жүргізіп өтеміз. Ақырындап біз формамыздан шешетін боламыз. Кесіп көрсететін боламын. Біздің чақчақтарымыз өте дәмді болып шыққан. Ортасы осындай нығыздалып, кескен сәтте шашырап, үгітіліп жатпайды. Формасын өте жақсы ұстайтын болады. Осылай кесіп көрсететін боламын. Арасы осындай болып шығады мінекей. Жасап көріңіздер. Дастарханның сәнін келтіреді және өте дәмді болып шығады. Өз қалауларыңыз бойынша осылай майдалап кесіп, капсулаларға салып қойсаңыздар да болады. Сәндеуіңіз өз қалауларыңыз бойынша жасап көріңіздер. Астарың дәмді болсын.